Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев. Мен өзім Ақтау қаласының тұрғынымын. 26-31-131-де тұрам. Атым Ерлан. 1996 жылдан 2006 жылға шейін облыстық балалар үйінде тәрбиеленгенмін. Энергетический колледжді бітіргенмін. Президент мырза, Алла тағала Ақтау қалалық международный қалқаларық әуежай аэропортында мені деген 3-4 адам болып, ұрып бетімді көгертіп, және де милиция, полиция қызметкері мені тұншықтырып, басымда капюшонкамен тұншықтырып, қалтамдағы портмонемді алып, қолына ұстап, ішінде симкісі көп екен деп, менің портмонемді, дүниемді екі куәгерсіз алып келіп, понятойсыз алып келіп, скорая медикті зорға шақырып, мен де өзім не істерімді білмей отырып, шынымды айтамын. Нұрсұлтан Абишевич Назарбаев, қолыңыздан келсе, сіздің Қазақстанда құзыретіңіз жүрсе, осы қылмыс істеген сіздің Сара Назарбаева 60 жылда деген жолдасыңыз, бөбек қордың президенті болған біздің анамыздың, Татьяна Мурадян апамыздың інілерін, балдарын сіз қорғамағанда, Қазақстан ел азаматын сіздер қорғамағанда, кім қорғайды? Президент мырза, көмектесіңізші. Бәрі видеоға түсірем дегенде қашып кетті. Президент мырза, полиция, білесіз ғой, 2017-те экспо жатыр. Бұндай біздің сауатсыз нада халықпен біз алысқа бармаймыз ғой. Алла тағала, міне полиция қызметкері мені тұншықтырған. Президент мырза, басшыларына соғып жатыр. Не істейміз деп, жүзекке соғып жатсам, жүзекке соғып жатыр. Енді келіңіз деп айтып жатыр. Оның телефонын ұстап жүрген, кімге соқты, кіммен сөйлесті, Құдай үшін тексеріңізші. Алла тағала, осы жаққа Астанадан комиссия жіберіңізші. Алла тағала, президент мырза.